Hold up. Ассалаумағалейкум. Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде ешқандай фотошоп емес. Бүгін бізде Инстаграмда қалай жарнама жасайды, сол жайлы видео болды. Достар, мен осы уақытқа шейін YouTube'дан, Google'ден жақсылап іздеп қарадым. Но бірақ та өзіме қажетті кезде ешқандай бір қолайлы видео көрген жоқпын, достар. Бір нақты түсіндірген әлі видео тапқан жоқпын. Сол себептен өткенде бір күн бойы өзім ары-бері ішін ақтарып отырып таптым. Сол себептен бүгін сіздерге ең оңай және қысқа жолын көрсетемін. Инстаграмда қалай жарнама жасаймыз. Біріншіден Инстаграмға кіреміз, достар. Мінекей, мына жерде мен көрсетілген бойынша жоғары жақта 3 сызық бар. Мінекей, 3 сызық или қалай дейді, батырма дейді, функция дейді. Соны басамыз. Басқан екен астында настройка деген батырма бар. Достар, менің даусым кішкене дұрыс шықпай жатса кешірім сұраймын, кішкене грипп болып қалып едім. Әрмен қарай жалғастырамыз. Платежи за промоакция деген бар. Промоакция осы, достар. Көрсетілген бойынша дәл осы жерге кіреміз. Кірген кезде сіздерде осылай Facebook сұрайды. Facebook міндетті түрде болу керек, достар. Facebookқа тіркелу өте оңай. Номер және тура ВК сияқты тіркелесе аласыздар. Тура ВК сияқты номер арқылы тіркелесіздер. Продолжать, әрмен қарай. Продолжать етеміз. Facebook'тың паролін ұмытып қалмаңыздар, достар. Ол міндетті түрде керек болады. Дәл осылай сіздерге батырма ашылады. Бұндай емес, достар, сіздерде басқаша ашылып тұрады. Сол кезде қазір қалай ашылып тұрады, мен уже тіркеліп қойғасын, менде осылай ашылып тұр. Қазір сіздерде қалай көрсетіліп тұратынын көрсетемін. Бұған, достар, айта кетерлік, міндетті түрде Каспий Голд керек. Маған Каспий Голд, яғни басқа да банктер керек, достар, бірақ та мен Каспий Голдпен істеп жатырмын. Мінекей, добавить другой способ оплаты. Дәл осын басамыз, достар. Мінекей, кредитная или мінекей, осы кредитная деген батырманы басамыз, достар. Әрмен қарай көзім жетпей қалды оқуға. Дәл осы батырманы басамыз. Тура осылай шығады, достар. Сіздерде добавить карту деген тура осы не шығу керек. Шығу керек емес, шығады, достар. Мінекей, дәл осы жерден қазір мен Каспий банктың номерін копировать етіп алайын, достар. Бірінші қатарға банкоматтың номерін тартамыз. Барынша Каспий Голд болған дұрыс, достар. Басқа банктерді өзім қолданып көрген жоқпын. Басқа банктерді ашу да мүмкін емес. Мінекей, Каспий Голд болса өте қатты ыңғайлы. Мінекей, бірінші батырмаға, ал екінші мінекей, мына көрсетілген тура датасын жазасыздар, мінекей, достар. 10-20 менің Каспий Голдтың срогы тура осы жерге. Ал екінші код безопасностьға артындағы мінекей көрсетілген тура осы көрсетілген 3 санды басасыздар, достар. Мінекей, тура осылай көшіріп жазып болғаннан кейін сіздерге басқаннан кейін міндетті түрде бір кедергі шығады. Ол кедергі, мынандай кедергі болады. Қазір мен окей батырмасын басайын. Мінекей, басқаннан кейін кішкене қазір кетсін. Безопасность, яғни осы жерде сіздерге карта была отклонена, короче, сіздерге айтады, карта сіздерде әлі интернет оплатаға ашылмаған, сол себептен банкоматқа жолығыңыз, немесе өзіңіз істеп көріңіз дейді. Ол үшін, достар, сіздерге Каспий приложение, дәл осылай Каспий приложениені тартып, соның ішіне кіресіздер, мой банк дегеннің ішіне кіресіздер, достар. Каспий банктың ішінде мой банктан кейін Каспий Голд деген бөлім бар. Каспий Голдқа кіресіздер. Каспий Голдта мінекей оплата в интернет деген бар. Оплата в интернет, осыған кіреміз, достар. Мінекей, кірген кезде тура осылай сіздерге ашылып тұрады. Сіздер 25-тің үстін басып, мінекей, изменить лимит деген басасыздар. Кішкене күтсеңіздер, сіздердің номерлеріңізге SMS келеді. Әрмен қарай сіздер тура осылай сіздерде жасыл болып текущий лимит деген батырма шығады. Достар, айып етпеңіздер, Каспий Голдтың ішіне видео қылып түсіре алмадым. Оның ішінде қалай біраз менің керекті нәрселерім бар, сол себептен оны видео арқылы түсіре алмаймын. Сіздер одан кейін барынша ол жерді ашқаннан кейін сіздерге тура осылай окно ашылады. Мінекей, текущий баланс. Каспий Голдтың ішінде міндетті түрде 1000 теңгеден жоғары ақша болу керек, достар. Себебі міндетті түрде банкоматта $1 жоғары сума болу керек. Дәл осылай ашып болдыңыздар, достар. Мінекей, бұл жерді біттік. Видеоны түсінбесеңіздер, қайталап көріңіздер. Әрмен қарай енді продвигать ететін постымызды таңдаймыз. Пост міндетті түрде, достар, қызықты болу керек, және де посттың астында өздеріңізге барынша қажетті информацияны сол жерге қалдырыңыздар. Мінекей, мен көрінген бір нені таңдай салам. Мінекей, продвигать деген көк батырманы басамыз. Көк батырманы басқаннан кейін енді мына жерден басталады біздің. Достар, мінекей, сіздер профиль және сайтты реклама жасай аласыздар, яғни жарнама. Сіздер сайтты бассаңыздар, міндетті түрде сайтты қазір көрсетейін. Сайтты басқан кезде мына жерге сілтемесін қалдырамыз. Бірінші укажите URL. Мүмкін мен қате етіп жатырмын. Жарайды, маңызды емес, достар. Әрмен қарай бронь жасау, регистрация, яғни сіздер бір нәрсеге регистрация немесе бір түсіндіретін болсаңыздар, осылай астына кнопканы басасыздар. Яғни осы таңдаған нәрсенің үстінен басқан кезде сіздерге бірден барады. Мінекей, мына жерге сайттың сілтемесін қалдырасыздар. Сайт емес, өзімнің профилімді жарнама жасаған болатым, достар. Қазір мен өзімнің профилім жарнама жасаймын, сол үшін ваш профиль деген батырманы басамын. Әрмен қарай стрелка арқылы келесі этапқа өтеміз. Келесі этапта, достар, сіздердің постыңызды қандай аудитория көру керек, қандай аудиторияға сіздер жұмыс жасайсыздар.
сол аудиторияға сіздердің постыңыз көрінеді. Мінекей, создать свою аудиторию деген бар достар. Мына жерге мысалы мен жаза салайын, магазин одежда. Мысалы көпшілігі магазиндерді реклама жасайды қазір. Мінекей, магазин одежда жай ғана тақырыбы бұл достар, ешқандай да неге қатысы жоқ. Мінекей, Қазақстан. Егер Қазақстан Тараз болатын болса, немесе өзіңіздің қалаңыз болатын болса, міндетті түрде қалаңызды жазыңыз. Мінекей, интересный. Егер сіздер, яғни сіздерге қандай адамдар, мысалы мода одежда деген болады. Мода, фэшн, яғни магазин одежда болғасын, тек қана сондай тақырыптарды интересныйға жазыңыздар. Сол үшін сол тақырыптар тере берсеңіздер, яғни сол тақырыпқа қызығатын адамдарға сіздің рекламаңыз шығып тұрады. Мінекей, дәл осылай. Дизайн одежда, фэшн, woman фэшн, фэшн стайл, мінекей, барлығы шықты. Мінекей, енді әрі қарап пол, мына жерде женский, мужской екеуін де таңдай салыңыздар, ол қажет жоқ. Мінекей, возраст 65-тен 13 жас аралығы. Мінекей, возраст барынша азайтқан сайын охват қысқара береді. Жоғарысында көріп тұрсыздар, 5 миллион 800 адам. Әрмен қарай бұл жерден шығып кетеміз. Достар, енді мына жерде мен Pixart деген өзімнің аудиториямды сақтаған болатын. Қазір кішкене көрсетіп жіберейін, түсінікті болу үшін. Pixart дедім, Қазақстан дедім. Мына жерде мен мінекей интересный да графический дизайн, арт, график, яғни мен фотошоппен айналысатын болғасын, барынша осы қызығатын адамдарға көрінуін қаладым. Фотограф, фото искусство, там фотошоп, фотосессия барлығын ішіне жаздым. Возраст, пол не важно, возраст 13 пен 36 жас аралығында. 36-тан ары қарап адамдар қатты қызыға бермейді. Все, бұл жерден өттік. Енді әрмен қарай достар, стрелканы басып, соңғы этапқа келеміз. Дәл осы жерде біздер күнін ақшасын яғни белгілейміз. Мінекей, денді сразу бір денге түсіріп тұрсаңыздар достар, осы жерден бастап жақсылап түсіндірейін. Мінекей, сіздер бір күнге бұл жерде бізде $1 алады. Яғни бір күнге $1. Яғни $1 болған сайын бұл жерде охват азая береді достар. Егер сіздер $5 төлесеңіздер, мінекей $20-ға 37 мың адам көрінеді. Мінекей $1-ға 2100 адамға шейін просмотр кетеді. Яғни 2100 адамға шейін сіздердің адамдар көре алады. Сол жерге шейін не апарады? Яғни $2 берсеңіздер, тура соған егесесіз. 2100 болса 4200 болады. Мінекей 3 адам болса 9600. Тура сол сияқты кете береді. Мынау кей достар күнде жалғасады, яғни күнде 24 сағат бойы күнде шығып тұра береді. Дейін мына жерде. Бұның ешқандай да разницасы жоқ достар. Егер $1-ден 3 қылып қойсаңыздар, тура сол шығады. Яғни немесе $3 бір күнде жіберетін болсаңыздар да, тура сол адам екеуі былайынан есептеп көрсеңіздер, барлығы бірдей. Лучше бір күнде 1-ден 5600 адам көрген дұрыс. Енді соңғысы достар, создать промокацияны басамыз. Оған дейін сіздерге түсіндіріп өтейін. Мына жерде мастер-карт, барлық карточкаңызды, бюджет барлығын шығарып тұрады достар. Аудитория Pixart. Мінекей, предпосмотреть, мінекей достар, көрсеңіздер. Дәл осы жерде сіздің рекламаңыз қалай көрініп тұрады, сосын сіздерге түсіндіріп көрсетеді. Мінекей, все, готов деп тұрады. Создать промоакцияны басамыз. Промоакцияны басамыз. Мінекей, сол кезде сіздерден жоғары жақта шығады. Спасибо, ваша реклама отправлена на рассмотрение. Яғни сіздердің рекламаларыңызды редакторлар, Инстаграмның редакторлары қарайды. Сосын 24 сағаттың ішінде немесе 3 сағаттың ішінде осы екі аралықта сіздердің рекламаларыңыз міндетті түрде реклама түседі. Мінекей, посмотреть статистику, яғни бұл лайк басатын жерден, мінекей лайктарыңызды көретін жерден тұрады достар, жоғары жақта. Посмотреть статистиканы көретін болсаңыздар, сіздердікі әлі шықпаған, мысалға действие. Қанша адам көрді, қанша адам профиліңізге кірді, қаншасы тіркелді, соның барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Сіздерде рекламаларыңыз шықпай қалды деген бұл жерде әңгіме болмайды. Себебі бұл жерге гарантия беріп отқан Инстаграмның өзі. Мінекей. Бұндай рекламадан кейін міндетті түрде просмотрлар болады достар. Міндетті түрде келіп көретін адамдар міндетті түрде шығады достар. Мінекей. Лайк басатын жерді көреміз. Лайк басатын жерді бассаңыздар, жоғарысында тұрады. Активный деп тұрады, неактивный, және тура осылай тұрады. Мінекей. Ешқандай мен удалить етіп салайын достар, себебі қазір менің Каспи Голдымнан олар ақша алуы мүмкін. Бірақ неге екенін білмеймін, мен бірінші жіберген кезінде мен ешқандай ақша алған жоқ. Тура осылай жасайды достар. Егер түсінбесеңіздер, видеоны қайталап көріңіздер. Егер онда да болмай жатса, маған Инстаграмда Мико Про деп іздесеңіздер, Инстаграмда атып бірінші болып шығам. Маған дайректке жазыңыздар, міндетті түрде барынша түсіндіруге тырысам. Егер де сіздерге ол да қиын болып жатса, маған профильдеріңізді берсеңіздер, мен гарант болып отырып, өзім сіздерге қалай дейді, өзім сіздерге рекламаларыңызды жасап бере аламын. Егер маған тек қана дайректтен жазып қарасаңыздар болды. Мінекей, түсінікші түсінбейтіндей еш нәрсе жоқ достар. Бар жоғы осы мен көрсеткен бойынша сіздерді қайталап шықсаңыздар болды. Бас Каспи Голд болу керек. Достар, егер тағы да қайталап айтам түсінбесеңіздер, маған жазыңыздар, мен жасап бере аламын. Сау саламатта болыңыздар.
Достар, менің YouTube каналымда тек қана бұндай мәліметтерден қатар менің тікелей контентім телефонмен түрлі фотошоптар жасау, яғни телефонмен, компьютермен жасалатын түрлі фоторедакторларды қайталап жасайтын боламыз достар. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдан каналға кіріп, подписацияны басып, және де әр видеоға көріп шықсаңыздар болады. Сау саламатта болыңыздар.